Атадан қалған асыл сөз. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздердің назарларыңызға ел арасында тапқырлығымен аты шыққан би шешендер Жамбас би Әйтімбет, Зұлқаш айтыпты деген сөздерді ұсынамыз. Қара қылды қақ жарған. Ертеде Тоқтар деген байдың үйінде сол елдің ханы түстеніп отырыпты. Байдың есігінде жүрген қолбала қонақтарының қолына су құйып, орамал ұсынады. Қонақтарға табақ тартылған кезде хан тураушыға жауырынның етін сыдыртып тастап, байдың ерке баласына ұстатады. Өзімен жасты баланың мынандай сый көргеніне жаны күйзелген жалшы бала ханға қарап, бай баласы қалдау, ханнан жауырын алдау, аузы мұрны жоқ болса да барлық пәле малдау дейді қаймықпай. Орнынан ақыра атып тұрған байды хан тыйып тастапты. Баланы жанына шақырып алып қасына отырғызады да, өзіне тиісті жамбасты қолына ұстатыпты. Сонда әлгі баланың шешендігі елге жайыла бастайды. Кейіннен әділдігі қара қылды қақ жарған, ердің құнын екі ауыз сөзбен шешетін майталман шешен Жамбас би атаныпты деседі. Достық туралы. Ертеректе ел ішінде Әйтімбет деген сөзге шешен кісі болыпты. Бір отырыста Әйтімбет шешенге замандастары достық нешеу деп сұрақ қояды. Сонда Әйтімбет тұрып, достықтың екі түрі болады. Бірі адал достықта, екіншісі амал достық. Ай, бәрекелді дұрысақ, енді оларды қалай ажырата аламыз дегендерге, адал достық өмірлік нұсқа болады, ал амал достықтың өрісі қысқа болады деп жауап берген екен дейді Әйтімбет. Жүйелі сөз. Ертеде Шамар және Зұлқаш атты екі адам бір ауылда тұрыпты. Шамар сөзге шебер, пысық жігіт болса керек, ал Зұлқаш жуас, бостау жігіт екен. Ол заманда жер дауы ру таласы толастаған ба? Бір күн ауыл жігіттер жорыққа аттанып бара жатады. Сонда Шамар, «Ей, басқамыздың аттануымыз дұрыса, осы Зұлқаш не бітірем деп бара жатыр екен» депті. Соны естіген Зұлқаш, «Шамар-ау, сені бір нәрсе білетін жігіт пе десем, еш нәрсе білмейді екенсің ғой. Атысып жатқан жау сенің Шамар, менің Зұлқаш екенімді қайдан айырсын» депті. «Әй, сөз тапқанға қолқа жоқ» деп жігіттер ду күлісіп атқа қоныпты.